Balam tыңдап al. Бұл ер тоқым атқа мінгенде үстіне қоятын ең негізгі әбзелдердің бірі. Ол адамға аттың үстіне нық, жайлы отыруға көмектеседі. Ер тоқымды бұрын ата-бабаларымыз ағаш шеберлері жасаған. Оның алдыңғы қасы болады міне, мынаның алдыңғы қасы дейді. Мынаның артқы қасы дейді міне. Сырты міне былғарымен қаптап, кейде күміспен де әшекейлейді. Ондай ерлерді батырлар менен бай қуатты адамдар мінген атқа, сән салтанатқа мінген. Енді сенің де жасың 5-ке кел. Сен де енді атқа мінетін жасқа келдің. Енді мынау жүген дейді. Бұл жүген аттың басында киізіледі. Мынау тартпа дейді. Ер тоқымды аттың үстіне осы тартпамен бекітіледі. Ал енді 5-ке келдің, беліңді бұлайын барам. Қазір атқа мінгізем. Сосын қазақта бәсіре деген бар. Бала дүниеге келгенде қай арнайды? Көп жылқының ішінен жақсысынан. Сонсы өсіп жетіліп 5-ке келгенде, бала 5-ке келгенде ол үлкен ат болады. Соған баласын мінгізеді. Саған арнаған бәсірем бар. Соған қазір барам сені мінгіземін. Мынау қамшы міне. Ал жолың болсын балам. Алдыңнан ақ күн тусын. Ал атқа мініп ата дәстүрін жалғастыра бер дегім келеді. Балам мінеки сен енді атаң саған өзінің қамшысын, ер тұрманын көрсетіп таныстырып саған қамшысын берді, батасын алдың енді. Болашақта сен жақсы өсіп өнетін абыройлы азамат болады деп саған сенеміз. Біздің артымыздағы сен ұрпағымызсың. Ердің үстіне салатын мен саған арнайы мінеки оюлы көрпеше деп әкелдім. Әжеңнің қолынан мынау менің әжемнің тіккен көрпешесі деп ерге салатын боласың болашақта еріңе. Жақсы ма? Ата, батаны бер. Ал онда қолын жай. Алдыңнан ақын тусын, жолың болсын балам. Ата дәстүрді жалғастыратын үлкен азамат бол. Әумин. Құлағын тұр қайшылап қазанаттарың, бақ